Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Әділбаева Гуля Шаңбайқызы, Жамбыл атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Бүгінгі менің баяндамамның тақырыбы бастауыш сынып пәндері бойынша бағалау тапсырмаларын әзірлеу және сараптау. Мақсатын: жаңа мазмұнды білім беру аясында бастауыш сынып пәндері бойынша бағалау тапсырмаларын әзірлеу және сараптама жасауда кәсіби құзыреттілігімізді арттыру. Міндеттерім: критериалды бағалаудың ерекшеліктерін білу, бағалау, сараптама жасау, бағалау құралдарын талдау мен оларды тәжірибеде қолдану, бағалау процесінде қолданылатын тапсырмалардың түрлері мен сипаттамаларын қарау, оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін критериалды бағалау тапсырмаларын әзірлеу және оларды сабақтарда қолдану, бағалау құралдарын әзірлеу және сараптама жасау. Күтілетін нәтиже: критериалды бағалау жүйесін, критериалды бағалау қағидаттарын, бағалау процесін ұйымдастыру және жоспарлауды, бағалауға арналған тапсырмалар әзірлеуді, тапсырмаларда ресурстық материалдарды қолдануға қатысты ұсыныстарды, бағалау тапсырмаларын әзірлеушіге арналған жалпы ұсыныстарды, дескрипторлар құрастыруды, бағалау критерийлерін біледі. Критериалды бағалау жүйесі: білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың шынайы және сенімді жүйесі білім беру мазмұнының ажырамас бөлігі болып табылады. Бағалау оқытудың ағымдағы және қорытынды кезеңдеріндегі оқушылардың үлгерімі туралы ақпаратты жинау мен талдауды білдіретін білім беру процесінің маңызды құрамдас бөлігі. Оқушылардың оқу жетістігін критериалды бағалау тәсілі олардың игерген білімін белгілі бір кезеңде меңгеруге тиісті білім көлемімен салыстыруға мүмкіндік береді. Критериалды бағалау оқушылардың өз оқу әрекетін бақылау, бағалау қабілетін қалыптастыруына мүмкіндік береді. Білім алу барысында туындаған қиындықтарды анықтап, оларды жеңу жолдарын іздеуге ынталандырады. Критериалды бағалау белгіленген критерийлер негізінде білім алушылардың нақты қол жеткізген нәтижелерін оқытудың күтілетін нәтижелерімен сәйкестендіру процесі. Қалыптастырушы бағалау оқу процесінің ажырамас бөлігі болып табылады және ол оқу процесінің